тұрақтылықты қалыптастырудың демократиялық әдісі ретінде құрылтай мен халықтық кеңес институты еніп отыр. Енді құрылтайға келетін болсақ, Қазақстанда өте мықты президент институтын сақтай отырып, құрылтай осы әртүрлі биліктер тармағында бақылау функциясы артып отыр. Біріншіден, өкіметті бақылау функциясы, екіншіден, бюджетті бақылау функциясы, үшіншіден, мемлекеттік органдарды бақылау функциясы. Егерде бюджетті талқылау кезінде құрылтай бюджеттің талқылауын оңдамайтын болса, онда бұл өкіметке деген сенімсіздік вотумы болып табылады. Екінші, депутаттардың 3/2 белгілі бір министр өзінің қызметін орындай алмай жатыр деген шешім қабылдайтын болса, онда президент ол министрді отставкаға жіберуге міндетті.